Сәлем достар, сіздермен Айдана. Бүгін өте керемет, оңай дайындалатын бисквитті торт дайындайтын боламыз. Кремі ешқандай творожный сырды және де сливкиді қажет етпейді. Ыдысқа бірінші 5 жұмыртқаны ақуызынан сарысын ажыратып алатын боламыз. Сарысы ақуызға түсіп кетпеуі керек. Одан соң ақуызды миксердің ең төменгі жылдамдығында жақсылап ағарғанша араластырамыз. Дәл осылай ағарып бастаған кезде жанынан қантты осылай салып тұрамыз. Миксердің жылдамдығын көтермейміз. Барлық қантты салып болғаннан соң жылдамдығын кішкене қосатын боламыз. Осылай барлығын салып аламыз. Енді ақуыз өзінің формасын ұстап тұрғанша араластырамыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей өзінің формасын ұстап тұруы қажет. Одан соң жұмыртқаның сарысын жанынан бір-бірден сала отыра қозғаймыз. Барлық жұмыртқаны салып болғаннан соң 1-2 минут шамасында миксерлеп аламыз. Міне бізде дәл осында масса пайда болуы қажет. Одан соң ұнға кукурузный крахмалды салып жақсылап араластырамыз. 2-ге бөліп сұйық массамызға салып лопаткамен астынан жоғарыға қарай қозғайтын боламыз. Міндетті түрде астынан жоғарыға қарай қозғаңыз және де миксерді қолданбау қажет. Миксермен араластыратын болсаңыз сіздің бисквитіңіз көтерілмейтін болады. Міне бізде дәл осындай қою масса шығуы қажет. Одан соң өзіміздің пісіретін формамызды дайындап аламыз. Менің формамның диаметрі 20. Барлығын құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут ұстап пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде 30 минут ұстау қажет. 25 минут өткеннен кейін ашып көрсеңіз болады. Бірақ ол уақытқа жетпей, бетін ашуға болмайды. Көтерілмей қалатын болады. Міне біздің бисквитіміз пісті. Енді дәл осы формасынан алмай, толықтай суытып алатын боламыз. Ол уақытта кремді дайындаймыз. Кремге бізге комнатный температурадағы сары май және де сүт, жұмыртқаның сарысы, сгущенное молоко, ұн, қант және де кукурузный крахмал қажет болады. Ең бірінші сүтті алып ыдысқа құйып, қыздырып алатын боламыз. Ысытып, одан соң жұмыртқаның сарысына қантты салып жақсылап араластырамыз. Үстінен кукурузный крахмалды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Және де ұнды саламыз. Бір келкі болғанша осылай араластырамыз. Енді үстінен сүтті осылай құйып, тез араластыратын боламыз. Осылай бөліп құямыз барлығын. Барлық сүтті құйып, қайтадан сол ыдысқа ауыстырамыз. Және де отқа қойып, қоюланғанша араластыратын боламыз. Міне дәл осылай қоюлануы қажет. Осылай қайнап бастағаннан соң 1-2 минут шамасында тағы да қозғап аламыз. Енді ала берсек болады. Одан соң ыдысқа ауыстырамыз. Және де бетін толықтай пищевая пленкамен жауып тұратындай қылып қойып қоямыз. Салқын жерге толықтай салқындағанша қалдырамыз. Енді бисквитті алып формасынан шешетін боламыз. Және де пищевая пленкамен орап холодильникке 1-2 сағатқа немесе 1 түнге қалдыратын боламыз. Енді кремді жасауды жалғастырамыз. Сары майды алып, жақсылап миксердің ең жоғарғы жылдамдығымен араластырамыз. Осылай кішкене ағаруы қажет. Одан соң үстінен осылай жанынан бағанағы жасап қойған массамызды аз-аздан сала отыра қозғап аламыз. Міне барлығын салып жақсылап араластырып алдық. Енді жанынан сгущенное молоконы саламыз. Тағы да жақсылап 1-2 минут шамасында миксермен қозғаймыз. Сонымен крем дайын. Крем өте жақсы болып шығады, өзінің формасын осылай ұстап тұрады. Дәмі де өте жақсы болады. Енді холодильникке жарты сағатқа алып қоямыз. Ол уақытта бисквитімізді дайындаймыз. Бисквитті бірнеше бөліктерге бөлеміз, 3 бөлікке немесе 4 бөлікке. Одан соң пропиткасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бірінші жылы су және де қантты салып жақсылап қант ерігенше араластырып аламыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз.
Ең бірінші бетіндегі коржды саламыз. Одан соң үстінен пропиткамызды құйып аламыз және де кремді салып жағып шығамыз. Одан соң ортасындағы коржды саламыз және де пропиткасын құйып, ары қарай кремді салып жинайтын боламыз. Осылай жартылай кремді жағып шығып, холодильникке тағы жарты сағатқа қалдырамыз. Және де тағы да жаққанға кішкене крем алып қаламыз. Енді ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм қара шоколад және де пісте май екеуін араластырып, водяной баняда немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Енді жарты сағат өткеннен соң қалған кремімізді алып, жағып, формасын келтіріп аламыз. Одан соң шоколадымызды осылай сәндеп жан-жанына қасықпен құйып шығамыз. Негізі өзіңіздің қалауыңызша кез келген түрде әсемдесеңіз болады. Осылай дайындап холодильникке тағы 1 сағатқа салып қоямыз. Міне 1 сағат өткеннен кейінгі біздің тортымыз осылай қатып әдемі болып шықты. Қазір кескен кезде көрсеңіздер болады. Қамыры өте жұмсақ, ауызда еритін болып шығады. Және де кремнен ешқандай майдың дәмі шықпайды. Кішкене мороженыйдың дәміне келеді. Сливкимен жасалған торттан еш кемшілігі жоқ деп ойлаймын. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, еш өкінбейсіз. Дәмі енді өте керемет, сөзбен жеткізу мүмкін емес. Видеода қарасаңыздар, міне крем өзінің формасын ұстап тұр. Және де бисквит те өте жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде осы рецептімен дайындап көріңіз, еш өкінбейсіз. Және де видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, менің парақшама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.